Бұл біздің Циндао қаласынан келген Ци Дажуй мырза. Циндаоның нағыз сымбатты жігіті. Ол біздің Хайгоу Редженикс өнімін қолдана бастады. Ци мырза, бүгін қабылдаудың қай күні? Екінші күн, екінші пакетик. Онда шынын айтшы, қандай әсер сездің? Менің әсерім мынадай. Кеше шамамен сағат 11-лерде бір пакетикті шамамен 40 градус жылы суға ерттім. Сол кезде Циндао нарығындағы біздің Ин ханым мені тіпті видеоға да түсіріп алды. Алғаш сезгенім шаршау айтарлықтай азайып. Кеше мен 3-4 жерге барып, достармен кездестім, кейін ұлымды алып кеттім. Содан соң дүкенге бардым. Бір күнде 100 шақырымнан астам жол жүрдім, бірақ соған қарамастан шаршаудың әлдеқайда азайғанын анық сездім. Бұрын қатты шаршағанда жүрек тұсында шаншып ауыратын. Ал енді GNAKG қабылдағаннан кейін бұл ауырсыну айтарлықтай азайып. Екінші өте жағымды әсер, ұйқым айтарлықтай жақсарды. Айтпақшы, Чжао мырза, сіз сияқты менде бұрын түн ортасына дейін, кейде тіпті түнгі 1-ге дейін ұйықтай алмайтынмын. Есіней бересің, бірақ бәрібір ұйқы келмейді. Дене қатты шаршаса да, ми жұмысын тоқтатпайды. Хайгоу өнімдерін қабылдағаннан кейін ұйқы сапасының айтарлықтай жақсарғанын анық сезіндім. Тағы бір әсер, белім жылынып, арқамда күш көбейгендей болды. Өйткені бұрын бізде жиі былай болады. Жұмыс немесе оқу басталса, күні бойы отырып қаламыз. Кейде отырып жұмыс істейміз, кейде көлік жүргіземіз. Менде әдетте күніне 8-10 сағаттай отырып жұмыс істеу немесе көлік жүргізу бола. Сондықтан бір жағынан көбірек қозғалу керек, бірақ екінші жағынан Хайгоу өнімдерін қабылдағаннан кейін белімнің жылынғанын және күш пайда болғанын шын мәнінде сезіндім. Әсері шынымен өте жақсы. Өте жақсы. Және бұл тек екінші күн ғана. Солай ма? Бірінші күні қанша пакетик қабылдадың? Мен тек біреуін ғана іштім. Басында екеуін ішкім келген, бірақ әсері тым күшті болып кетпес пе деп ойладым. Сондықтан біртіндеп бастауды жөн көрдім. Бір пакетиктің өзі жеткілікті болды. Біреуі жеткілікті ме? Өте жақсы ғой. Бірақ екеуін қабылдасаң, әсері одан да айқынырақ болады. Ал мына кісі кеше қанша пакетик ішті? Мен әлі толық түсініп үлгермедім, сәл күте тұр.